Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай өте татымды болып шығатын бәліштің рецептісімен бөлісемін. Жасалу жолы өте оңай. Қамырды ашытып күтіп отырмайсыз. Көңілдеріңізден шығады деп сенемін. Ең алдымен сары майымызды үккіштен өткізіп алып араластырамыз. Кейін жұмыртқамызды, қаймағымызды қосып, қолмен қамыр илей бастаймыз. Қамырымыз жұмсақ болады. Картопымызды, пиязымызды және сарымсағымызды турап, тартылған етке сала бастаймыз. Енді тұз, паприка, бұрыш қосамыз. Менде ет майсыз, сондықтан сұйық май құйдым. Барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Жаңа қамырымызды бір басып екіге бөлеміз. Видеодағыдай біреуін жайып, пергамент төсеп, формамызға саламыз. Егер формаларыңыз кішірек болса, артық қамырды алып тастауға болады. Енді салмамызды салып, үстіне екінші қамырдың бөлігін салып, шетін жабамыз. Әдемі болсын десеңіздер, шетін осылай бүктеуге болады. Пирогымыз көтеріліп кетпес үшін осылай пышақтың көмегімен әр жерлерін кесіп қойыңыздар. Үстіне жұмыртқаны сарысын жақтым, немесе қалауыңызша тмин және кунжут себуге болады. Пирогымыз дайын. Енді қызып тұрған пеште 160 градусқа 50 минутқа жібереміз. Міне пирогымыз дәл осылай әдемі, татымды болып піседі. Видео ұнаса лайк, коммент қалдыруға ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.